Всем салам алейкими, мои родные, шапутные, цветовые, тепловые, копченые, удовлетворенные, в микроволновках печеные. Всем блондинкам и брюнеткам, киндер-сюрпризам и конфеткам, всем акулам, дельфинам, лавеласам и креветкам. Әңгіме базар, анау-мынау, мант-лагман, самса-палау. Салам всем мобилографиядағы студентам, сегодня будет много контента. Всем новичкам и постоянным резидентам, моим аристократам и интеллигентам. Добро пожаловать на Mobile 5, который был в Дубае снятый, чтобы после этого курса у всех был уровень 80. Всем салам алейкими. Сіздің видеоңыздағы переход. Жалпы переходтардың бірнеше түрі болады. Біріншісі монтаж кезіндегі переход. Переходтың қазақшасы қандай? Алмастыру, нет. Переход. Переход дей берейінші, пожалуйста. Өтуі. Қараңыздар. Сіздің монтажда жасалған переходпен, яғни съемка процесінде алдын ала ойластырылған переходтың бір-біріне салыстыруға келмейді. Қазір біз мынандай видео жасап үйренеміз. Бірінші переходты мен өз тіліммен меч самурая деп айтамын. Яғни самурайдың қылышы. Ол былай болады. Так, енді қараңыздар. Самурайдың қылышы деген қалай? Сізде 360 градустағы направление бар. Сол направлениеден келіп, направлениеден кету. Біріншісі, біз үстінен алып келемін, объектінді көрсетем, ары қарай алып кетем. Кеттік, түсіріп бастаймыз. Алып келемін, түсірем, алып кетем. Түсіндік қой, Енді біздің келесі кадрларымыз осындай іс-әрекетпен жалғасуы керек. Үстінен алып келіп, астына алып кетем, кестім ғой самурайдың қылышы деген. Қазір дәл солай, енді сіздің фантазияңызға байланысты. Астынан алып келесі ба, оң жағынан, жоқ үстінен, жоқ білмеймін бір 45-36 градустан алып келесіз ба, ол өзіңіздің фантазияңызға ғана байланысты. Мына жерден алайын. 1, 2, 3. Тағы да бір контрольный кадр алайын. Кестім, объектіні көрсеттім, алып кеттім. Дәл осы система бойынша бірінші, так мен фокусымды басамын. Фокус алып болғаннан кейін фиксация, экспозициямды түсірем. Мынандай кадрдан қарағанда осылай алсам әдемірек шығады. Хопша! Контрольны алып алдым, және тағы бір кадр ала салайық. Так, подожди. Так, трактор. Самурайдың қылышын түсіріп алғаннан кейін, қазір монтаж процесіне келеміз. Ал мен өзімнің материалдарын жазып алдым. Мына жерде музыкаға кіремін. Музыкадан керек музыкамды таңдадым. Мына жерін мен разделить етем, удалить етемін. Так, естеріңізде ғой, видеоға бірінші кіретін бар, және шығатын момент бар. Самурайдың қылышы деген эффектте. Движение бізде оңнан солға кетіп жатыр. Осы жерден басталады. Бұлай басын қысқартып тастайын. Шух кетті. Кеткен жерін разделять кесем. Мынау бізде тоже разделить.
Түсіндіңіздер ғой эффект қандай болған? Осы. Яғни бұлай келді алып кеттік, екінші кадрды келдік алып кеттік. Мына жерде біздің переходымыз өте ұзақ болып кеткен. Мына жерде кадрды көрдіңіз ғой. Так, алып келдім, алып кеттім. Алып кеттім. Разделить. Опа. Осындай моменттер андай жаңа переход бар ғой, переходтар сәл түсініксіз болу керек. Олқыдай кадр бізде болды. Онда өшірем. Қателеспесем, ондай кадр бізде болды. Қандай бір жақсы кадр болған. Ортасы түсінікті болып қалды. Сол үшін мына жерден сәл былай тездетіп жіберуге болады. Бір кадр болған. Онда қолданбайтын шығармын, скорее всего. Енді керек кадрларды өзімен кесіп алдық. Результат мынандай болды. Ал енді арғара оңай, мен жай ғана прекуэлге кіремін, дайын видеомды саламын, фильтрға кірем, фильтрдің ішінен куба дегенді таңдайым, соны экспорт жасайым, бұл сіздің керемет видеоңыз дайын. Бәрі оңай, бәрі қарапайым, бәрі түсінікті. Сіздерге үй жұмысы кез келген затты түсіріңіз, ресторанды, үйді, тамақ істеп жатқаныңыз, кішкентай бала, табиғат, әйтеуір бір нәрсені түсіріңіз, содан монтаж жасаңыз, осы самурайдың қылышы деген переходты қолдана отыра. Не болмаса, осы видеоның исходниктарын біз сіздерге береміз, соны да қолданып, осындай бір кішігім видео жасап шығарыңыз.